Сәлем достар, сіздермен бірге түсінікті медицина каналы. Біз бүгін не себепті салмақ қоса алмайтындығымыз туралы айтатын боламыз. Біздің салмақ қоса алмауымыздың бірнеше себептері бар. Соның біріншісі біздің генімізге байланысты. Біздің генімізге байланысты біз не арық боламыз, не семіз боламыз. Екінші себеп ол біздің қабылдап жатқан тағамымыздың, тамақтарымыздың құнарлылығының аз болуы, калориясының аз болуы, қандай да бір диета ұстап жүруіңізге байланысты болуы мүмкін. Ал үшінші себебі сіз мысалы қандай да бір спортпен айналысуыңыз мүмкін, иә. Сол спорт арқылы сіздің шығарған энергияңыз сіздің тағам арқылы қабылдаған энергияңыздан көп болуына байланысты болуы мүмкін. Ал төртінші себебі бұл ас қорыту жолдарының қандай да бір аурулары бар болса, қандай да бір патология бар болса ас қорыту жолдарында. Бесінші себеп біздің қалқанша безіміздің қызметіне байланысты. Қалқанша без бізде зат алмасу процесіне қатысатындықтан қалқанша безінде қандай да бір патология бар болса, онда бұл біздің салмақ қосуымызға әсер етеді. Ал алтыншы себеп ол стресске байланысты. Қазақта айтады ғой, уайымсыз, қайғысыз қара суға да семіреді дейді. Ал жетінші себебі ол паразиттерге байланысты. Ас қорыту жолдарында құрттар ол ішекте, бауырда өмір сүреді. Мысалы, аскариданы алатын болсақ, аскариданың дернәсілі ол аш ішекте пайда болады. Сосын оның дернәсілі жұмыртқасын жарып шыққаннан кейін аш ішектің бүрлері арқылы өтіп қан тамырға, венаға түседі. Ол вена арқылы өкпеге және бауырға барады. Өкпеде, бауырда ол кішкене біраз жетілгеннен кейін қайтадан ауыз қуысына келеді. Ауыз қуысына ол сілекейменен екінші рет ас қорыту жүйесіне қайтадан түседі. Сосын сілекеймен жұтылып аш ішекке барып, сол аш ішекте тұрақтанады. Ал біздің аш ішектің қызметі ол асқазанда ыдыратылған тағамдарды біз аш ішекте ферменттер арқылы сіңіреміз. Қанға, лимфа түйініне өткізіп, оны біз аш ішекте сіңіреміз. Яғни аш ішекте бізде паразиттер бар болатын болса, біздің аш ішегімізде тағамдардың сіңірілуі бұзылады. Сол арқылы біз салмақты аз қосатын боламыз. Біздің организмімізде құрттар бар екендігін білдіретін бірнеше белгілер бар. Олар әлсіздік, бас ауруы, жұмысқа деген қабілеттіліктің төмен болуы, тәбеттің болмауы, ашушаңдық, ұйқы бұзылысы, терінің бозаруы, іштің қатуы, осы сияқты бірнеше белгілері бар. Біз өзімізде салмақ жетіспеушілігін қалай анықтаймыз? Ол үшін индекс масса тела деген бар, яғни ИМТ деп атайды. Осы ИМТ-ны есептейміз. Оның өзінің формуласы бар, яғни массаны бөлеміз бойымыздың квадратына. Бойымызды бұл жерде метрмен аламыз. Мысалы, 1,80 болса 1,8-дің квадраты, 1,165 болатын болса 1,65-дің квадраты деп осылай индекс масса тела есептейміз ИМТ-ны. Сосын ИМТ-ның көрсеткішіне қарап біз қанша дәрежеде бізде салмақ жетіспейтіндігін анықтаймыз. ИМТ 18-де 5 пен 25 аралығында қалыпты. 16 мен 18-де 5 аралығында бізде салмақ жетіспеушілігі байқалады. Ал 16-тан төмен болатын болса бізде айқын салмақ жетіспеушілігі. Сіз өзіңіздің индекс масса телаңызды есептеп көріңіз. Егер де сізде салмақ жетіспеушілігі бар болатын болса, онда міндетті түрде дәрігерге қараласыз. Эндокринологқа қараласыз. Сосын гастроэнтерологқа қараласыз. Ас қорыту жолдарыңызды тексерту үшін және де паразиттерге анализ тапсырасыз. Сіз үшін пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк баса кетуді ұмытпаңыздар.